Бет терісіндегі пигментті қара дақтардан біржолата құтылу үшін бұл туралы біз дәл осы бейнеде айтатын боламыз. Тегін ақпаратты алуға дайын болыңыздар. Бет терісіндегі пигментті қара дақтардан біржолата құтылу үшін теріні тазалау, тері иммунитетін көтеру, теріге арналған диета әдісін қолдану керек. Бұл комплексті емдеу тәсілі небәрі 3 қадамнан тұрады. Бірінші қадам – бет терісін терең тазалау. Байқасаңыз, пигментті дақтар әсіресе майлы бет терісінде жиі пайда болады. Не үшін? Бет терісі майлы болғандықтан оған қонған шаң, кір терең тазаланбаса, теріні бүлдіріп, ол пигментті дақтың пайда болуына себеп болады. Сондықтан майлы бет терісіне ерекше күтім қажет. Ас содасынан маска әзірлеу үшін мынадай қарапайым әдісті қолдануға болады. Жарты шай қасық ас содасын алақаныңызға салып, 2-3 тамшы су тамызып езесіз. Ботқа тәріздес болған қоспаны бет терісіне тегістеп жағасыз да 10 минуттан соң алдымен скраб ретінде оны жеңіл уқалайсыз, содан соң жылы сумен жуасыз. Бет терісіне ас содасымен терең тазалаудан бұрын теріні су буына 1 минут булап жұмсартып алуды ұмытпаңыз. Есте ұстаңыз, бұл тазарту маскасын аптасына 1-ақ рет қолданған жөн. Одан жиі қолдансаңыз, бетіңіздің терісін қатты құрғатып жібереді. Сонымен қатар көз айналасындағы терісіне жақпаған дұрыс. Бет терісіндегі пигментті дақтардан құтылу үшін терінің иммунитетін жоғарылату қажет. Адам ағзасына ғана емес, теріге де күш-қуат беруде қай азық бірінші орында тұрғанын білесіз бе? Иә, ол сұлы. Сұлының құрамында бет терісіне қажетті минералдар зат көп. Сұлы ұлпасын кез келген азық-түлік дүкенінен оңай таба аласыз. Немесе дәріханалардан сұрасаңыз болады. 2 ас қасық ұлпасына 3-4 ас қасық піскен ыстық сүт құйып араластырыңыз. Жылы күйінде ас содасымен тазартылған бет терісіне жағыңыз. 20-30 минуттан кейін жылы сумен жуыңыз. Келесі ас содасының пайдасы туралы айтамыз. Үй жағдайында тісті қалай ағартуға болады? Тіс жуу барысында пастаның үстінен 1 шымшым суда сеуіп тазалауға кірісіңіз. Бұл скраб тістің эмалын бұзбай тазартады. Иісті жою. Ауыз қуысындағы бактериялардан қышқылдар туындап тістің эмалын бұзады. Ал ол өз алдына ауызда жағымсыз иістің пайда болуына әсер етеді. Бұл қышқылдарды жою үшін күніне ауызды бірнеше рет сода ерітіндісімен шайып тұру керек. Оны дайындау үшін 1 стакан жылы суды 1 шай қасық судамен араластырыңыз. Бұл ерітінді сондай-ақ аяқтың иісін және сондай-ақ қолтықтың иісін кетіруге де көмектеседі. Сіздерге берілген тегін ақпарат пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.